Қайырлы күн, өте дәмді, топ-томпақ болып шығатын пончиктардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге жылы сүт қажет болады, електен өткізілген ұн, сары май, қант, ашытқы, тұз және ванилин немесе ванильді сахар салсаңыздар да болады, өз еріктеріңіз бойынша. Ендігі кезекте ыдысымызға жылы сүтімізді, қант, ашытқы, сары май, тұз және ванилин барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды шетінен сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде 500 граммдай ұн кетті. Сіздер енді өздеріңіздің қолданып отырған ұндарыңызға қарай көретін боласыздар. Жақсылап қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды бетін жауып көтерілгенше қойып қоятын боламыз. 1 сағатта өтті, менің қамырым көтерілді. Одан кейін алып, қолымызбен басып, одан кейін оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Тым қатты жұқа, тым қатты қалың қылдырып жаймаймыз. 1 сантиметр болатындай етіп жаямыз. Көріп тұрғандарыңыздай артық ұн сеуіп жаюды қажет етпейді. Одан кейін арнайы формамен кесіп алсаңыздар болады. Менде осындай формочка бар, сонымен кесетін боламын. Барлығын осылай дайындап болған соң, ортасында осылай кесіп шығамыз. Дайын болған пончиктарымызды бетін 15-20 минутқа жауып қоямыз. Одан кейін майымызды қыздырып, дайын болған пончиктарымызды орташа отта жақсылап пісіріп аламыз. Бізде пончиктарымыз өте дәмді болып шығады. Бізде пончиктарымыз дайын. Енді оны өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Бетіне шоколад құйсаңыздар да болады. Мен осындай сахарный пудра септім. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір сіздерге ортасын көрсетейін. Ортасы толықтай пысқан және де жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.